Сәлеметсіздер ме, тағы да қалыңыз қалай? Осы сұраққа жауап берем деп шештім. 2 айлық балаға температура жоғарылағанда дәрі беруге болады ма деген сұрақ қойып жатыр. Қараңыздар, егер ұлттық денсаулық сақтау ұйымы 6 айлыққа дейінгі балалардың температурасын егер 38-де 5-тен жоғарыласа, міндетті түрде түсіру керек деген ұсынымдарын беруде. Себебі неге? Әлі 6 айлық бала кішкентай болғандықтан көбінесе мына жоғары температураны көтере алмайды. Сонымен қатар фибрильді судоргалар пайда болып кетуі мүмкін. Сондықтан егер баланың температурасы 6 айлыққа дейін 38,5-тен жоғарыласа, міндетті түрде температураны түсіруіміз керек. Сонымен қатар жаңа алдыңғы видеоларда айтып өттім, температураның өзінің 2 түрі болады. Егер сізде соның бірінші түрі, яғни қызғылт қызба болса, балаңыз жылап көріп тұрсыз да, әлсіреп, тамақтан бас тартып, аяқ қолы ыстық да, денесі бәрі ыстық болып тұрса, бала егер шыдамай баратса, сіз мысалы сумен дене температурасын түсірсеңіз болады физикалық методтармен. Егер одан түспесе, бізде құрамында парацетамол, ибупрофен құрамында осындай свечалар бар. Яғни балаға свеча түрінде берсеңіз болады, салмағына байланысты. Сонымен қатар, егер салмағына байланысты сіз білмейтін болсаңыз, салмағына есептей алмайын, білмеймін десеңіз, аптекаға барсаңыз, арнайы өзі 6 айға дейінгі балаларға арналған свеча түрінде дене температурасын түсіретін дәрілер бар. Оның әртүрлі түрлері болады. Аптекаға барып солай сұрасаңыз болады. Яғни баланың жасына байланысты салуға болады. Және жаңа туылған нәрестелерге де арналған әртүрлі свеча түрінде дәрілер бар. Егер балаңыз жақсы сұйықтық ішетін болса, құспайтын болса, және сироп түрінде де беруге болады. Міндетті түрде баланың салмағына байланысты өлшеп беруіміз керек. Сіздермен болған Бегім Талапқызы, сау саламат болыңыздар.